Тағы живой пример мен өз сіңілімен айтқым келіп отыр. Потому что ол педагог, жаңа то же самое, кеудесінен бір небольшое образование тапты, сонда ол спиченканың басы бар ғой, сондай ғана түйін. И мынаяқтан гистология алды да, 2 күннен кейін уже положительно бітті деп. Лично я сама ходила с ней, 3 ай жүрдім, 3 ай қарадым ол қызды. Операция жасатты. Ешқандай сенбей қойдым мына өнімге ше. Сөйтіп 8 рет химиясын алды. Бір жарым жылдай келіп, жаңа бір уколы бар екен, керемет 400 мың көлемде. Соны сол айдаладан келеді да, салдырып кетеді. Сөйтіп жүрген кезде уже 2-ші кеудесіне образование кетті, метастаза, оны да аламыз дейді. И сол кезде Оғыз айтты, мен алдыртпайын деді. Потому что это такое мучение, енді мен өз көзіммен көрдім. И сол кезде ғана Оғыз айтты, не керек маған айтшы деді, мен қолданам. Самый необходимый болған кезде мен бісмілда деп на кардицепстен бастадым. Кардицепс. И міндетті түрде мынау кальций, очищающий чай. И ең мен көзім жеткені мына бауыр шай хугань. Бауыр тазарса, уже қаныңыз тазарады. И бір күшті нәрсе ол зелетка міне. Мына зелетка тек қана кеуде емес, в смысле, не груди только, полностью мынаяқта органдар. Ол дегеніңіз мына шейный позвоноктан бастап, бүйрегіңізге дейін жетеді мынау. Қазақтардың әйелінен еститініңіз ой, қолымды көтермей қалдым дейді ғой. Шаншуға да алып қалды дейді арқасына. Ол шаншу емес, ол мына ұйқы бездегі проблема. В общем, мына зелетканы үзбей әлі де киіп келеді Оғыз. И осы өткен ай болып қалды ғой, уже маған звондайды. Ең керемет сенсация, Оғыздан инвалидность алып тастады. Ана полностью выздоровела. 4-5 жыл онкология деп жүрген. Қазір дегеніңіз цветет и пахнет, Аллаға шүкір. Бала шағасына ие болып отыр. Өмір сүргісі келеді ары қарай.